Саламатсыңдар ма? 8-ші сынып алгебра 4-ші тоқсан тыржыбы. Бірінші есебінде теңсіздікті шешіңіз дейді. Бұл жерде әрбір жақшаны нөлге айналдыратындай x-тің мәндерін табуымыз керек. X минус 3-іміз нөлге тең болатын болса, онда x-іміз 3-ке тең болады. X плюс 4-іміз нөлге тең болатын болса, x-іміз минус 4-ке тең. Енді осы берілген нүктелерді сан тізбегіне салуымыз керек. Бірінші минус 4 саламыз. Сосын 3-ті саламыз. Аралықтарға бөліп қоямыз. Минус 4 пен 3-тің арасына 0 деген санды x-тің орнына қоятын болсақ, бірінші жақшада минус 3 болады. Екінші жақшаға x-тің орнына 0-ді қойсақ, бізде 4 деген сан шығады. Минус 3-ті 4-ке өйтсек, минус 12. Демек, екеуінің арасындағы санымыз минус болып шықты, демек, минус қоямыз. Енді екі жағы бізде плюс болады. Теңсіздік таңбасы бізде 0-ден кіші аралықты көрсетіп тұр. 0-ден кіші аралық бізде минус 4 пен 3-тің арасы. Сонда жауабы минус 4-тен 3-ке дейінгі аралық. В жауабы дұрыс болады екен. Келесі екінші есепке қарайық. Екінші есепте y тең x квадрат минус 2x плюс 3 функциясының графигін пайдаланып, x квадрат минус 2x минус 3 үлкен немесе тең 0-ден теңсіздіктің шешімін табыңыз дейді. Енді берілген функцияның графигін пайдаланып дейді. Бұл жерде графикте қателік бар сияқты. Жарайды, бізге маңызды емес. Біз мұнан шешіп көрейік. Квадрат теңдеуді дискриминантпен немесе вет теоремасымен шешуге болады. Бұл жерден де көбейтіндісі x1 мен x2-ның көбейтіндісі бізде минус 3-ке тең болып тұр. x1 мен x2-ның қосындысы 2-ге тең болып тұр. Көбейткенде минус 3, қосқанда 2 болатын сандар. Ол бізде минус 1 мен x2-міз 3-ке тең болады екен. Енді осы 2 санды салатын болсақ, бізде графигіміз осы берілген теңсіздікке дұрыс келіп тұр екен. Енді қарасақ, бізге теңсіздіктің үлкен жағы көрсетіліп тұр. Демек, y тең x мына функцияның жоғары жағында бөлігін аламыз. Жоғары жағында бөлігін аламыз. Ол сонда минус шексіздіктен басталады. Минус шексіздіктен минус 1-ге дейін қатаң емес теңсіздік тұрғандықтан тік жақша қоямыз. Бірігуі 3-тен плюс шексіздікке дейін болады екен. Сонымен жауабын берілетін болсақ, бізде дар жауабына сәйкес кеп тұрған сияқты. Әрі қарай жүрейік. Бізде үшінші есебіміз. Теңсіздіктің бүтін шешімдерін табыңыз дейді. Бүтін шешімдерін тап дегеніміз аралықты біз табуымыз керек. Бірінші жай ғана теңсіздік шешіп, содан соң сол аралыққа тиісті болатын бүтін сандарды теріп жазатын боламыз. Дискриминантын табайық. 7-ның квадраты азайтылған 4 көбейтілген 2 көбейтілген минус 4 тең 49. 2 минус бізде қосу болып кетеді. 4 жерде 4-ің 16, 16-ға 2-ні көбейтетін болсақ 32. Қосатын болсақ 81, ол 9-дың квадраты болады. Сонда x1 2-міз тең болады. 7 қосу азайту 9 бөлімінде 2 көбейтілген 2. Сонда бөлімінде 4 болады. 7-ге 9-ды қосатын болсақ 16. 16-ны 4-ке бөлсек 4 болады. Ал енді азайту болатын болса 7-тен 9 азайтатын болсақ минус 2.
минус 2-ні 4-ке бөлсек, минус 0,5 болады екен. Енді осы берілген екі санды түзіне саламыз. Бояп салады екенбіз. Минус санды саламыз бірінші. Минус 0,5 4 саламыз. Аралыққа бөліп қоямыз. Екеуі, біреуі оң, біреуі теріс болғандықтан арасынан 0-ді қойсақ болады. Сонда мына екеуі 0 болып кетсе, минус 4 қалады. Минус 4 демек теріс сан. Екі жағы оң сан болады. Бұны біз мына коэффициентке қарап та айтсақ та болады. Бізге теріс болатын аралық керек. Демек мына аралық керек. Минус 0,5-тен үлкен болатын сандарымыз ол 0, 1, 2, 3, 4-те кіреді. Сондықтан осы жауаптар болады екен. Келесі бөлгіштік. Төртінші есеп. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді. Бірінші теңсіздікті шешетін болсақ, 8x минус x болады. Өткізген кезде кіші минус 1 плюс 2. Бұл жерден 7x-іміз кіші болады 1-ден. Бұдан x-іміз кіші болады 1 бөлінген 7-ден. Келесі екінші теңсіздікті шешетін болсақ, дискриминантын табайық. 1 минус 4 көбейтілген 2 минус 1. Сонда 1 қосылған 8 болады, ол 9. 3-тің квадраты. x1 2-міз тең болады. 1 қосу азайтылған 3. 2 көбейтілген 2. Бұдан бізде бір шешімі 1-ге тең, екінші шешімі минус 0,5-ке тең. Енді берілген мәндерді сан түзіне салатын болсақ, x-іміз 7-тен 1-ден кіші дейді. 7-тен 1-ді мына жерге белеп қоятын болсақ, бұдан кіші дейді. Демек бұның сол жағы. Келесі екінші теңсіздіктің шешімдерін сан түзіне салатын болсақ, бізде кішісі минус 0,5, ол байалып салынады екен. Сосын 1. Аралыққа бөліп қоятын болсақ, екеуінің ортасында 0 деген сан бар. 0-ді қоятын болсақ, x-тарымыздың бәрі жоқ болып кетеді. 0 болады. Сонда минус 1. Ол минус деген сөз. Екі жағында плюс болады. Мұна теңсіздікке қарасақ, біз екеуінің арасында мәнді алады екенбіз. Енді бұл жерден бізге екі жағында бойылған аралық керек шешімге. Ол дегеніміз минус 0,5-тен 7-тен 1-ге дейінгі аралық болады екен. Сонда жауабын жазатын болсақ, минус 0,5-тен 7-ден 1-ге дейінгі аралық жай жақша болады. Келесі 5-ші есеп. Теңсіздікті шешіңіз дейді. Сонымен x квадрат 0-ге тең болатын болса, x-іміз 0-ге тең. 3 минус x-іміз 0-ге тең болатын болса, x-іміз 3-ге тең болады. Ал енді бөлімі бізде толық квадратты беріп тұр екен. x минус 4-тің квадраты екен. Бұл енді 0-ге тең болмау керек. Сонда x минус 4-іміз 0-ге тең болмау керек. Бұл жерден x тең болмайды.
4-ке. Енді берілген 3 нүктені бір сан тізуіне салатын болсақ, ең кішісі бізде 0, оны біз бояп саламыз. Себебі теңсіздігіміз қатаң емес. Содан соң 3-ті саламыз. Ол да алымнан шыққан түбір. Енді бөлімдегі түбірді біз боямай саламыз. Аралыққа бөліп қоятын болсақ, енді кез келген бір санды беріп көреміз. Бірақ ескеретін жағдай, мына 4-тің екі жағында да таңбалар ауыспау керек. Себебі ол квадраттан шығып тұр. Және x квадрат дегенінде таңбалары екі жағында ауыспайды. Сонда 3-тің ғана екі жағындағы таңбалар әртүрлі болады. Сонымен бірді қоятын болсақ, 3-тен бірді азайтатын болсақ, мына жерде 1 көбейтілген 2 болады. Бірді қоятын болсақ, 1 минус 8 плюс 16. Енді қарап отырсақ, бұл жерде оң мәнді қабылдап тұр. Демек, бұл жерге плюс болады екен. Жаңа айтқанымыздай, 0-дің екі жағында да бірдей таңба қоямыз. 3-ке таңба ауысады. 4-те екі жағында таңба бірдей болады. Енді бізге 0-ден кіші аралық керек екен. 0-ден кіші немесе тең екен. Демек, 0-імізде түбірі болып тұр. Демек, жауабына жазамыз. 0 кіреді. Бірігуі. Содан соң 3-тен басталады екен. 3-тік жақшада 4-ке дейін жай жақша. Бірігуі 4-тен плюс шексіздікке дейін болады екен. Бізде соңғы есеп қалды. 6-шы есеп. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді. Сонымен бірінші теңсіздіктің шешімдері. Дискриментін табатын болсақ, 3-тің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 4. Сонда 9 азайтылған 16. Енді бұл жерден минус 7 шығайынып тұр екен. Дискримент 0-ден кіші. Енді дискримент 0-ден кіші болған кезде біз кез келген санды орнына қойып көреміз. X-тің орнына 0-ді қоятын болсақ, 4 0-ден үлкен орындалып тұр. Демек, оның шешімдері минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін болады. Енді біз тек екінші теңсіздікті шешсек жеткілікті болады екен. Сонда x квадрат минус 16 тең 0-ге. X квадратымыз тең 16-ға, x-іміз плюс минус 4 болады. Енді шешімі осы екеуінің арасы болады. Сонда жауабы болады сонда минус 4 және 4-тің арасында кесіндіні береді екен. Енді осы файлды берілген бейне жазбаның астына сақтап қоятын боламын. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.